Ассалаумағалейкум, армысыздар ағайын. Мен бүгін сіздерді осындай құрылғымен таныстырғым келіп тұр. Бұл котел. Бұл үйлерді ысытқанға расчет жасалған. Бұның қасиеті два в одном, отработка маймен жаналады, плюс еще газбен де жағаласыз. Газбен жаққанда осы жерден жалғай саласыз. Отработкамен жаққанда осы жерден жалғайсыз мінекей. 150 киловатт мощностьта, демек, яғни 1000 квадрат, 1000 квадратқа зданияларға или үйлерге күші келеді, бұны апарып қойсаңыз. Сонымен мына жерде үстінде подачасы тұрыпты. Осылай екі жаққа тастап кеткенбіз. Қалаған жағыңыздан жалғай берсеңіз болады. Мына жағынан жалғасасыз, мына жағын жауып қоясыз, мына жағынан жалғасасыз, мына жағын жауып қоясыз деген сияқты. Мынау дымоходы осы жерде. Астында то же самый, двойной. Сол жағынан да, оң жағынан да жалғай берсеңіз болады обратканы. Мынау подачасы. Енді осы жерде мінекей термометр тұр, температураны көрсетеді. Осы жерде надувной моторшығы тұр мына жерде. Өте қуаттылығы, бұл ішіндегі тұрған парсункаға бозы үрлеп барған майды жағып отырады. Соның регуляторы мінекей жанында. Енді осыны мен сіздерге қалай жағатынын қазір көрсетуім боламын. Бастаймыз. Кел бер. Оның үшін мына жерде парсунканы шешеміз. Шеш. Шығарып аламыз парсункасын. Мінекей. Мына жерге сүйеп қоядыр. Қойдық. Енді осы жерде мінекей 1 литр мынау. Аламыздағын осы жерге сәләрке құйсақта болады. Менде барын қазір қолданып жатырмын. Мынау дәл тұрған менде бензин. Негізі сәләрке құйсаңыз да болады. Мынандай 1 литрлік бачокта құйып, сәләркені ішіне құя салсаңыз болады. Менде қазір ондай дайыны болмаған соң, мына жерге где-то бір 300-400 граммдай бензин құйдым. Мінекей. Енді қалған жағында отработкамен үстінен араластырамын мұны мінекей. Отработкамен. Ана бензиннің өзін мынаған құюға болмайды. Бензиннің күшін азайтып, үстіне отработка құйып жатырмын қазір мінекей. Бұл машиналардан шығып қалған, замена маслодан алынған отработанный май. Мінекей. Так, енді кішкене араластырып жіберейік. Енді осылай әкелеміздағын мынаға жерге құя саламыз мінекей. Міне. Кетті, құйылды. Енді үстіне дополнительный осындай не тастасақ болады. Тряпка. Болды. Так, тексереміз. Болды, бұл дайын. Енді мен осыны қазір жағам. Мінекей, жанды. Енді жанып тұр ғой. Мына жерден боздықты жай береміз. Міне. Ауаны жай береміз де кіргізе саламыз. Мінекей. Бер. 40-қа қойып қой. Мінекей. Енді басында примерно 40-қа қойдық. Скоросты бұл мына жерде. Бірден қатты қоймаймыз. Бірден қатты боздық берсек, ананың ішіне пока салқын болып тұр ғой. Бензин тезірек жағып, или майды тезірек жағып жіберу мүмкін, или өшіріп алу мүмкін. Жай көтеріп барамыз. Например, мына жерде 40-та тұрды ма, 1-2 минуттан кейін 50-ге көтерсек болады. Тағы 1-2 минуттан кейін 60-70 постепенно көтеріп барамыз. Ой дегені, мынаның ішінде камера сгораниесін қыздырып алу керек. Қаншелікті жақсы қызып алса, соншелікті мынадан ағып барған отработанный май жақсы жанатығым болады. Сол үшін ғана басында осылай жанады. Бұл қызып рабочий температураға шығып алған соң мына жерден барған майды барғандай жағып отырады. Мынаның ішінде май болмайды, уже түскен майды түскендей жағып отыратын болады. Міне қазір ішінде жанып тұр. Көріне ма?
Мынау енді бұл жер глазогы ашып жалынның түсін қалай жанып тұрғанын бақылау үшін қойылған бұл жерде глазок. Уақытты белгіле. Бұл где-то бір 7-8 минут, 10 минуттың ішінде рабочий температураға шығып алғасын болды. Уже мынау қызып алды ше. Мынадан түскен майды түскендей жағып отыру үшін ғана басында осылай қыздырамыз бұны. Қыздырмай тұрып бұл отработка май салқын кезде жанбайды. Мынау салқын болып тұрса, ішіне түскен май жанбайды. Сол үшін ғана қыздырамыз бұны. Дәл қазір бұның ішінде 170 литр су бар. 170 литр су бар. 1000 квадраттан 1000 квадрат зданияларды қыздыруға қауқары жетеді. Мінекей, мынау қазір жанып тұр ішінде. Қолымды деп тұра берем. Мінекей, түтін жоқ, ештеңе жоқ, тап-таза жанып тұр мінекей. Қолымды тұтып тұра берем, ештеңе жоқ. Неге? Ой дегені анадан жанған от, пока мына дымоходтан шығам дегенше ішіндегі трубалар арқалы 3 оборот айланады. Бұлай келді, обратно қайтты, сосын бұлай келіп сөйтіп шығады. Жол ұзаяды. Соның арқасынан анадағы жанған ыссы температура ішіндегі суға өтіп успевай етеді. Бірден жана сала бір оборотпен шығып кетсе, ол кезде затраты энергия ананың ішіндегі жанған от суға өтіп успевай етпей шығып тұрса, мына жерден ыстық ауа шығады ол кезде. Мына жерде қазір данный момент салқын ауа шығып тұр. Неге? Мынадағы жанған от пока мына ішіне салқын су алып қалып жатыр. Содан кейін ана қарай шықпайды. Енді тағы да көтерем. Мінекей, көре берсеңіз болады. Камерасын тартыңқырап көрсет. Осылай. Жаңағы ішіне құйылған 1 литр май мына камера ызғаранияны қыздыруға күші келеді. Если успевать ете алмай қалса, мына жанынан горловина специально май аппаратыны осыдан попитілігі болады дополнительный. Мақсат бұны қазір қыздырып алғанға басында. Қызып алғансын болды. Уже майды әкеліп мына жерге орнатамыздағын барған майды барғандай жағып отыратығын болады. Бұл газбен жаққанда осы жерден міне штуцер бар. Пропан газды осы жерден берсеңіз, мына ашсаңыз ішінен жанып тұрады. Если метан болатын болса, мынаны сәл үлкейтесіз, ауыстырасыз, болды, ешқандай қиын жоқ. Метан газ слабый, чем пропанға қарағанда. Содан кейін үлкен ақумен бару керек ішіне. Мінекей, уже жағып бастағанымызға где-то 8 минут болады. 8 минутта өздеріңіз көріп тұрғандай температурасын 60-қа кеп тастады. Мінекей, уже ыстық су шығып бастап жатыр үсті жағынан. Мінекей, ішіндегі 170 литр су бар. Мінекей. Мынау жанысы, мынау глазогы. Глазогын бұлай жауып, ашып істеле беретін екен. Жауаба беретін екен. Енді мынау подача масла қалай батып тұрған көрсетейін мінекей. Енді бұл котелдің мощності 150 киловатт. Помещениелерге жалғасаңыз, 150 киловатт мощность бұл 1000 квадратураға ыстуға қауқары жетеді деген сөз. Температура уже 70-ке келді. Уже қайнауға шамаласып тұр, өздеріңіз көріп тұрғандай мінекей. Пары шығып бастап жатыр, буы шығып. Енді дымоходты көрсетейін міне. Дымоходты көріңіз мінекей. Ешқандай түтін жоқ, тап-таза, қолымда деп тұра берем мінекей. Міне. Неге бұлай? Ана жерден огромный температурада, огромный от жанып тұр. Пока шығам дегенше дымоходтан. Ыстылықтың бәрі суға өтіп, үлгеріп тұр бұл жерде. Успевай деді. Температура 80-ге келді. Мінекей, уже бастады. Көрдіңіз ба? Мінекей. Міне 10 минут болады, 10 минуттың ішінде 170 литр суды уже қайнатып жіберді мінекей. Көріп тұрсыз қой мінекей.
Мінекей. 10 минуттың ішінде уже қайнатып жіберді мына суды. Мінекей уже 90-ға келді, уже қайнап жатыр мінекей. Температура датчик 90-ға келді, уже қайнап жіберді. Міне осындай. Енді ар жақтан суды аш, подача берейік. Аш суды. Аш. Енді ар жақтан суды бердік. Енді ішіндегі су қайнап кетті ғой. Кішкене температурасын түсіректеп. Мінекей. Мына жерде тұрған 60-тық труба. Мінекей. КПД мощности өте үлкен, эффективный, энергия экономны котел бұлар. Ішінде 300 метрдей труба бар бұның. 3 оборот. Міне осындай котеліміз бар. Кімді қызықтырса, біз Алматы қаласынанбыз. WhatsApp нөміріме жазып, хабарласып, сұрай берсеңіз болады. Заказбен осындай котелларды жасап беретін боламыз. Бұлар енді көмірмен жанбайды, газ и отработка. Майдың кез келген түрімен жана береді, кез келген түрі отработка, кез келген түр газ. Газ таңдамайды, газдың бутан, метан, пропан қарамайды. Отработка май, солярка, мазут бәрімен жана береді, сұйық май болса болды.